Қайырлы күн, бірінші сынып білім алушылары. Қазір бізде ана тілі сабағы, бүгінгі сабағымызға дайындалып, кітап, дәптер, қаламдарымызды шығарайық. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дауысты және дауыссыз дыбыстар. Қайталау. Енді оқушылар мұқият экранға зер салып назар аударыңыздар. Сіздерге суретте қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілі әліпбилері берілген. 3 түрлі әліпбидің ішінде әріптер 2 түрлі түспен белгіленген. Бір тобы жасыл, екінші тобы көк. Не себепті олай ойлайсыздар? Неге әріптерді 2 түрлі түспен берілген? Дұрыс айтасыңдар. Әріптер 2 түрлі түспен берілгеннің себебі дыбыстардың түрлері ажыратылып көрсетілген. Балалар, еске түсірейікші, дыбыстардың қандай түрлері бар? Дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстар. Енді бүгінгі сабақта біз дауысты және дауыссыз дыбыстардың ерекшеліктерін білетін боламыз. Оқушылар, ережені есте сақтайық. Өкпеден шыққан ауа ешбір кедергісіз еркін шығуынан жасалған дыбыс дауысты дыбыс деп аталады. Дауысты дыбыстар созылып, ән айтқандай айтылады. Тек салдыр мен үннің қатысы арқылы жасалған дыбыстар дауыссыз дыбыстар деп аталады. Дауыссыз дыбыстар буын құрай алмайды. Енді оқушылар дыбыстық талдау жасауды үйренейік. Суретте жидек сөзі берілген. Енді осы жидек сөзінде неше дыбыс, неше әріп бар екенін анықтайық. Санаймыз. 5 дыбыс, 5 әріп бар. Енді жидек сөзін буынға бөлейік. Жидек. 2 буын бар. Жидек сөзінде қанша дауысты дыбыс бар? Санайықшы. 2 дауысты дыбыс және қанша дауыссыз дыбыс бар? 3 дауыссыз дыбыс. Жарайсыңдар. Енді осы сөздегі әрбір әріпке жеке-жеке талдау жасаймыз. Ж дыбысы – дауыссыз дыбыс. И дыбысы – дауысты дыбыс. Д дыбысы – дауыссыз дыбыс. Е дыбысы – дауысты дыбыс. К дыбысы – дауыссыз дыбыс. Енді оқушылар дауысты дыбыстарды еске түсірейік және менің соңымнан қайталайық. А, Ә, О, Ө, О, Ү, Ы, Э, И, Е, Э, У. Жарайсыңдар балалар. Бұл дыбыстардың барлығы созылып, әндетіп айтылады. Яғни бұл дыбыстар өкпеден шыққанда ешбір кедергіге ұшырамайды. Дауысты дыбыстар. Енді дауыссыз дыбыстарды қайталайық. Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З, қысқа И, К, Қ, Л, М, Н, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. Жарайсыңдар балалар. Бұл дыбыстар, яғни үн мен салдырдың қатысы арқылы жасалып тұр. Дауыссыз дыбыстар өкпеден шыққан кезде тіл немесе тістің қатысы арқылы кедергіге ұшырайды. Яғни біз дауыссыз дыбыстарды созып айта алмайды екенбіз. Есте сақтайық. Енді оқушылар үйге тапсырманы жазып алыңыздар. 15-ші беттегі 3-ші жаттығудағы өлеңді көшіріп жазасыздар. Және бір сөзге дыбыстық талдау жасап көрсетесіздер. Дыбыстық талдау жасаудың үлгісіне назар аударыңыздар. Мысалы, өлеңде қарға сөзін алдым. Қарға сөзіне дыбыстық талдау жасағанда неше дыбыс, неше әріп
неше буын және қарға сөзінде неше дауысты дыбыс, неше дауыссыз дыбыс екенін анықтайсыздар. Мысалы, қарға 5 дыбыс, 5 әріптен тұрады. Қарға 2 буынды сөз. Қарға сөзінде 2 дауысты дыбыс бар, яғни бірінші буында А, екінші буында А дыбысы. 3 дауыссыз дыбыс бар, олар Қ, Р, А. Енді осы дыбыстық талдау жасағанда, сіздер дауысты дыбыстардың астын қызылмен, дауыссыз дыбыстардың астын көкпен сызып көрсетесіздер. Балалар, осы үлгіге қарап, бірінші өлеңді көшіресіздер, содан кейін дәл осылай бір сөзге дыбыстық талдау жасаңыздар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Балалар, дауысты дыбыс дегеніміз не? Жауап беріңіздерші. Ал дауыссыз дыбыс деп қандай дыбыстарды айтамыз? Жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.